Әкем анамды 18-ге толған күні алып қашыпты. Екеуінің жас айырмашылығы 10 жыл. Содан болар, әкем анамды үнемі еркелетіп, аялап отырады. Үйлене салысымен-ақ еншісін алып, бөлек шығып кеткен екен. Мен дүниеге келгенде ата-анам қалада тұрған. Жағдайлары болмаған соң ауылға көшіп келген екен. Үйдің тұңғышымын. Өзімнен кейін 2 інім, 2 сіңілім, яғни 4 бауырым бар. Үйде 5 ағайындымыз. Бізге жақсы тәрбие берген. Анам өмір бойы жұмыс істемеген, ал әкем электрик. Табысы жаман емес. Оған қоса біздің жәрдемақымыз бар. Анамның қолынан бәрі келеді. Іс те тігеді, тоқуды да тоқиды, дәмді ас та пісіреді. Тек май мен нан жеген күніміз болған емес. Қашан қарасаң, анам ас үйде дәмі тіл үйірер тағамдар пісіріп жатады. Бүгін бәліш жесек, ертең торт дайын тұрады. Анам мектепте жақсы оқыған. Жоғары оқу орнына грантпен түсуге мүмкіндігі болған. Бірақ ерте тұрмысқа шығып, бірінен кейін бірі бала туған соң оқу жайына қалды. Мен үй тапсырмаларын түсінбей жатсам, анам керемет түсіндіріп беретін. Өмірі есімнен шықпайтындай етіп құйып қоятын. Көбейту кестесін, 1000-ға дейін санауды, жазуды, 42 әріпті мектепке бармай-ақ жаттап алғанбыз. Тіпті ақын жазушылардың өлеңдері мен өмір жолдарын жатқа айтамыз. Біз білмейтін мақал-мәтел жоқ, жаңылтпаш айтып жарысамыз. Сондықтан да шығар, бізге мектепте оқу қиын болған жоқ. Бәріміз шетімізден үздікпіз. Анам осылай бәріміздің бабымызды жасап отырған соң, әкем алаңсыз жұмыс істеді. Бізге де көңіл бөлді. Айына 1 рет қалаға саябаққа апарып, көңілімізді көтеріп қайтады. Анам мен әкемнің сөзге келіп, ұрсып бір-біріне ренжіген кездерін көрген емеспін. Анам әкемнің отбасында қатты құрметтейді. Ата-әжеміз келсе, қуана-қуана қарсы алады. Әкемнің інілері де жеңге деп қатты сыйлайды. Осындай татулығы жарасқан, ынтымағы зор отбасында дүниеге келгеніме қуанамын. Бір күндері бұл бақытты өміріміз өзгереді десе сенбейтін едім. Бірақ өзгерді. Бәрі анам жұмысқа кірген соң басталды. Әкем үйленген кезде анама оқытамын, диплом әперемін деп уәде берген екен. Сол уәдесін 10 жылдан соң орындап, анама диплом әперді. Содан анам да өз білімімен мектепке жұмысқа тұрды. Алғашқы жылы-ақ өзін жақсы жағынан көрсетіп, мектептің мықты мұғаліміне айналды. Аудан, қала, облыста болатын барлық семинарға, жарысқа, жиналысқа анам барады. Қайда барса да жүлдесіз қайтпайды. Кейбір мұғалімдер 10 жыл еңбек етсе де ешқандай дәреже алмаған. Ал анамның жыл сайын дәрежесі де, санаты да, жалақысы да өсіп отырды. Анамның мектепке жұмысқа кіргеніне 2 жыл енді болды. Әкемнің де, анамның да су жаңа көлігі бар. Екеуін де анам алған. Табысы көбейген соң ба, әлде елмен араласып жұмыс істеген соң ба, анам қатты өзгерді. Әкеме дөрекі сөйлейтін болды. Бізге де дұрыс көңіл бөлмей, мән бермейтінді шығарды. Таңертең ерте кетіп, кеш келеді. Кейде кафеге барамыз деп тым кеш келетін. Сондай кезде бізге әкем қарайды. Тамағымызды береді, сабағымызды қадағалайды, киімімізді жуып үтіктеп те қояды. Бірақ анама қабақ шытып ашуланған жоқ. Сонда да анам әкемді тілдейді. Өткенде анамның әкеме қарап, сен 15 жыл бойы тапқан ақшаны мен 2 жылда-ақ таптым.
Менің табысым сенікінен көп. Ендеше аузыңды жауып тыныш отыр. Ұнамаса кете бер. Дегенін естіп, жағамды ұстадым. Мейірімді, жүрегі жұмсақ, кең пейілді анам қайда кетті? Әкемді төбесіне көтеріп отыратын анам қайда? Маған жұмыс істеп, көп ақша табатын емес. Әкеме, бауырларыма жылы сөйлеп, жарқын көңілмен жүретін ана керек. Қызмет адамды өзгертеді дегенге сенетін едім. Бірақ анамды өзгертеді десе, еш иланбайтын едім. Ардақты анашым, бұлай өзгермейіңізші, өтініш. Бұл материал Алтын Босаға Республикалық отбасылық газетінен алынды. Құрметті тыңдарман, бұл жөнінде не ойлайсыз? Қандай кеңес берер едіңіз? Төменде пікіріңізді жазып, қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Егер сіз сырыңызбен бөлісіп, ақыл-кеңес сұрағыңыз келсе, төменде көрсетілген электронды поштаға өз хатыңызды жолдауыңызға болады. Хаттар әрдайым анонимді түрде жарияланатынына кепілдік береміз.